Ассалаумағалейкум, пайдалы ақпараттар арнасының көрермендері, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода жөтелді ешқандай дәрі пайдаланбай үй жағдайында қалай емдеуге болатыны туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп кетіңіз. Ендеше біз бастаймыз. Жөтелдің құрғақ, көк және аллергиялық түрлері болса, оны емдеудің тәсілі көп. Емханаға барып екпе салдырудан бұрын үй жағдайында да жөтелден жазылуға болады. Жөтелді үй жағдайында емдеудің ең тиімді 5 тәсілі. Қатты ысымаған сүтке бал қосып ішу жұтқыншақты жұмсартып, жағымды әсер береді. Мұны мүмкіндігінше ұйықтар алдында ішкен дұрыс. Сонда тамақ шабырлағанын азайтып, тыныш демалуға мүмкіндік береді. Ол үшін бір стақан сүтке 1-2 қасық бал, сосын саусақ ұшымен кішкене ас содасын қосу қажет. Оны түсте және кешке қабылдау жөтелді босатып, қақырықты түсіріп, организмдегі зиян заттарын сыртқа шығуына әсер етеді. Жөтелді қойдырудың тағы бір әдісі көкөністерді пайдалану. Ол үшін 1 картоп, 1 алма және 1 пияз суға салып қайнату қажет. Бұл ретте картоп пен алманы сол күйінде, ал пияздың сыртын аршып салған дұрыс. Сонымен қатар отты баяу қоюды да ескерген жөн. 2 мәрте қайнатып, суы біраз сарқылғанда оттан аласыз. Дайын болған сұйықтықтан күніне 1 шай қасықтан 3-4 рет ұрттап отырсаңыз жөтелді қойдырады. Қойдың құйрық майын ерітіп пайдалану жөтелге дауа. Ол үшін құйрық майды ысытып, онымен арқа және 2 табанды сылап шығу керек. Сыланған соң қымтанып, қалың жамылып демалған дұрыс. Жылы күйінде майдан 1 қасық ұрттау да жөтелді кетіруді жылдамдатады. Біраздан соң денеңіз терлей бастайды. Себебі құйрық май ішке барған соң қолқаны жібітіп, жанды қинаған жөтел қақырыққа айналады. Жөтел енді басталып келе жатқан кезде дәрігерлер ингаляция жасауды ұсынады. Егер мұндай аппарат болмаған жағдайда қолда бар заттарды пайдалануға болады. Мәселен, ас ұйытысына тостаған немесе шұңғыл тәрелкеге ыстық су құйып, соған қарай еңкейіп, басыңызды сүлгімен қымтап алу керек. Бірнеше рет бумен демалу жөтелді бусандырады. Егер ингалятор аппараты болса, бұл процесс жеңілдей түседі. Кәдімгі ұсақ емес, ірі домалақ пішінді қара бұрыштар жөтелді қойдыруға таптырмас ем. Оның 2-3 танасын ауызға салып шайнау керек. Егер 3 күн қатарынан үзбей күн сайын 1 мәртеден қолдансаңыз, жөтеліңіз қайта бастайды. Қара бұрыш кеңірдекті емдеп, тыныс жолдарын ашып, жөтелуге мәжбүр етіп тұрған бактерияларды жояды. Сондай-ақ қара бұрышты қайнаған сүтке араластырып ішуге де болады. Міне достар, бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Бүгін сіздер жөтелді үй жағдайында ешқандай дәрі пайдаланбай-ақ емделуге болатынын білдіңіздер. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар.